Жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір. Хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қан шүйдің ұрлап адамын, қан шүйде сөніп қалды оттар. Көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Бұл әнде ананың баласын іздеген зары, бұл әнде әкесін күткен баланың сағынышы. Адамзат үшін соғыстың жүрекке салған жарасы естіледі. Осы өлеңнің сөзін жазған, соғысқа қатысқан майдангер, соғысты көзбен көріп, әр өлең жолынан қан майданның оқ-дәрісінің иісі мүңкіп тұрған ақынымыз Сырбай Мәуленов. Қазақ даласы қашанда таланттарға әстекенде болмаған. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары қазақ әдебиетінің рухани кемелденуіне өзіндік қолтаңбасымен келген үлкен тіректі тұлғаның бірі Сырбай Мәуленов. Сырбай Мәуленов 1922 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай поселкесінде дүниеге келген. 1943-1950 жылдар арасында Қостанай облысы радио комитетінде редактор, большевиктік жол газетінде бөлім меңгерушісі, редактор орынбасары қызметінен 1977 жылға дейін Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторына дейін көтеріледі. Оның қаламынан туған өлең өрнектері өміршеңділігі құнды. Сырбай қазақ поэзиясында оқырманды нағыз сыршыл сезіммен, ойымен, көркемдік бейнесімен де бірден баурап алатын шынайы поэзияның орнығуына ықпал ете білген ақын. Өлеңім сырласатын серігімсің, өзіңмен бірге жасар өмірімсің, адамзат жүрегіме үңілгенде, әр уақыт сен арқылы мені білсін, деп ақынның өзі айтып кеткендей, бүгін Сырбай ақынның өлеңдері арқылы сырлы өміріне жол ашпақпыз. Арманым жоқ көкірегімді кең ашып, туған жерге тарту еттім барымды, деп ақын артына өшпес із қалдырды. Жалынды жырларын жұртына тастады. Қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленген. Сырбай Мәуленовтың өлеңдері қазақ поэзиясының лирика жанрын дамытуға елеулі үлес ретінде қосылды. Шығармаларында туған жер, замандас және оның жасампаз еңбегі жарқын жарияланады. Жолдас, жас жүрек, жол үстіндегі жауындар, шуақ, алтын тасқын, жұлдыз жүрек атты өлеңдер мен поэмалары жинақтары жарыққа шықты. Бұл жырлар ақынның таңғышықтай таза, өрнекті өлеңдері топтастырылған. Ұлы Отан соғысына қатысқан майдангер ретінде Сырбай Мәуленовтың шығармаларында соғыс тақырыбы үлкен орын алады. Әскери өмір менің өлеңімнің де мектебі болды. Соғыс мені күйретті де көп нәрсеге үйретті. Тәніме өшпейтін таңбасын түсірді дейді ақын. Майданның қатал суреті, қаһарлы бейнесі бір сәт қағыс қалған емес. Көзі көрген уақиға, көңіл-күй сезімдері жан түкпіріндегі шиыршық атып, от жалынмен араласып, өлең болып өріліп, жыр болып төсіліп жатты. Соғыстан соң Сырбай ауа, күн, жел, тау, тас, өзен, көл, жалпы туған табиғат туралы көп толғанып, поэзия әлеміне парасатты, көрікті жырлар ұсынды. Сырбай жырларын қазақ даласының көркем шежіресі деуге болады. Өйткені қазақ жерінде ол жырламаған өзен көл жоқ. Сырбай жырлаған сол өлкенің табиғатына тіл бітеді. Қазақ әдебиетінің поэзия саласына тұтас бір майдан сарынын алып келген даладай дарынды ақын Сырбай Мәуленов кезеңі өлең өлкесінде өшпес із қалдырды. Осы орайда қуатты қаламгер Әбіш Кекілбаевтың мына бір ғибратты сөзі еске түседі. Біз бала кезімізден бастап сырбайша оқуға, сырбайша жазуға, сырбайша сөйлеуге ұмтылып өскен ұрпақпыз. Сырбай Мәуленов лирик ақын, майдангер, ұлтжанды, сыршыл қазақ ұлттық әдебиетінің классигі.